Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді пахлаваны жасаудағы құпияларымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыз. Бүкіл рецептерді описаниеда қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аузыңызда дәмі қалып қоятындай өте дәмді пахлава және оңай дайындалады, көп уақытыңызды алмайды. Үйіңіздегілерге міндетті түрде ұнайды. Іші осындай болып шығады. Алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратамыз. Ақ уызға бір тамшы болсын, сары уыздан түсіп кетпеу керек. Сосын жұмыртқаның сары уызына қаймақ қосамыз. Қаймақ қою болғаны дұрыс және сливочное масло, яғни сары май саламыз. Сары май жұмсақ етіп алсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып, ұн қосып және қамыр қопсытқыш разрыхительді қосып, қолмен қамыр илейміз. Қамыр не қатты емес, не жұмсақ емес, осындай жұмыс жасағанға өте ыңғайлы болып шығады. Алып 3 бөлікке бөлеміз. Бізде 3 қабатты пахлава болады. Жұмыртқаның ағына қант қосып, миксермен аппақ пена болғанға дейін араластырамыз. Және үгітілген жаңғақты жаңағы аппақ жұмыртқаның ағына араластырамыз. Астына ең үлкен қамырды жайып төсеп аламыз да. Осылай начинканың жартысын салып шығамыз. Сосын үстінен екінші қамырымызды жайып алып келіп саламыз. Сосын қалған начинканың барлығын саламыз. Үшінші қамырымызды үстіне қоямыз. Шет-шеттерін жақсылап орап біріктіріп аламыз. Сосын бетіне осылай кесіп шығамыз. Ромбик тәріздес етіп кесесіздер. Сосын әсемдік үшін осындай майда-майдан бүтін жаңғақтарды қойып шығамыз. Бұл өз қалауларыңызша. Бірақ қойсаңыздар әдемі көрінеді. 180 градуста пісіріп аламыз, қызарып піскенше. Сосын балға азғантай қайнаған ыстық суды құйып, араластырып, пісуге жақын қалған кезде бетіне сироп ретінде құйып шығасыздар. Сол кезде пахлавамыздың беті жылтырап әдемі болып тұрады. Осымен біздің өте дәмді пахлавамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоға лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда керемет рецепттермен бөлісетін боламын.